Жасыл кеңсе республикалық байқауы бойынша солтүстік қазақстандықтарға арналған тренинг өтті. Екінші рет ұйымдастырылып жатқан іс-шараның басты мақсаты жасыл технологияларды насихаттау, үнемдеуге шақыру және табиғатқа жанашырлық танытқандарды насихаттау. Табиғатқа деген көзқарасты өзгерту арқылы қазіргі экологиялық мәселелерді шешуге болады. Жасыл кеңсе бұл қалдықтарды азайту және ресурстарды үнемдеу қағидасына негізделген. Осылайша кәсіпорын басшысы өзінің шығындарын оңтайландырмақ. Бүгінгі тренингке қатысып жатқандардың бірі энергияны үнемдейтін жылу жүйесін сататын жергілікті компания. Мекеме директоры Андрей Герицанның сөзінше, қазіргі таңда мұндай жүйемен біздің өңірде тек 5 нысан қамтамасыз етілген. Ғимаратты жылытудың мұндай әдісі бізге көрші Ресей мемлекетінен келген. Оның көмегімен сіз ешбір жылу көзіне қосылмай, бөлмеде плюс 22-24 градусты сақтап тұра аласыз. Отопление плен представляет из себя пленку. Біздің жобамыз энергия үнемдейтін электр жүйесі болып табылады. Арнайы қабықша төбеге орнатылып, жел және күннің көзінің арқасында бөлмедегі қабырғалар мен еденді жылытады. Бұл жүйе автоматтандырылған, ауаны құрғатпайды және адам денсаулығына кері әсер етпейді. Бұны нарыққа сатуға қоймас бұрын өзіміздің кеңсемізде қолданып тексеріп көрдік. Қазіргі таңда өкінішке орай оны тек солтүстікте және Нұр-Сұлтан қалаларында ғана қолдануда. Жаңа технология 10 жыл қатарынан еш қиындықсыз жұмыс істейді. Соған қарамастан сұраныс аз. Ал жасыл кеңсе республикалық байқауы оған өз өніміне жарнама жасауға мүмкіндік бермек. Жалпы бұл шара 2 жыл қатарынан өткізілуде. Ұйымдастырушылардың сөзінше, былтыр өңірдің азаматтары өте белсенді болған. Былтырғы жылы басталған кезде өте үлкен қызығушылық болды. Әрбір ұйымнан 70-ке жуық бізге өтініш түсті. Сол өтініштердің ішінде біз 30 жеңімпазды таңдадық. Себебі үлкен, аса сондай күрделі талаптар қойған жоқпыз. 30 жеңімпазымыз бар. Оның ішінде жаңағы 3 қатысушымыз осы солтүстік Қазақстан облысының қатысушылары. Жаңағы гуманитарлық колледжді айттық. Содан кейін электр желілерінің ұйымы, сосын Севказ Энерго деген ұйымымыз бар. Жасыл кеңсе әлеуметтік жобасы ресурстарды үнемдейтін түрлі қалдықтарды қайта өңдеуге, экологиялық жауапты компаниялар қоғамдастығын қалыптастыруға жәрдемдесуге арналған. Бұл байқауға өзінің жұмыс орнында кез келген экологиялық технологияны қолданатын мекеме қатыса алады. Әрбір кеңседе электр қуатын қолданады, суды қолданады, қатты қалдықтары бар, тұрмыстық қалдықтар. Осы мәселелер бүгінгі күн тәртібінде өте маңызды. Егерде әрбір кеңсеміз қатты қалдықтарын немесе жаңағындай айтып жатқан бізде 10 номинация бар ғой осы жоба бойынша. Сол жерде мысалы қызмет көрсету саласы бойынша номинация бар. Ол жерде жаңа қонақ үйлер мен мейрамханалар бар. Сол әрбір мейрамхана өзінің қалдықтары болады. Тамақтан қалған, басқадан қалған. Сол нәрселерді бөліп жинап тапсыратын болса, біріншіден өзіне пайда, екіншіден оны жаңағыдай белгілі бір қаражатқа тапсыруға болады. Екіншіден қоршаған ортаға деген өзінің сақтап қалуға деген септігін тигізеді. Республикалық байқаудың қорытындысы қазан айында шығады. Жеңімпаздар арнайы жасыл кеңсе белгілерімен марапатталады. Майгүл Сейілбек, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.